Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 9-шы сынып алгебрасының 24-те 7-ші есебін шығаратын боламыз. Бұл бізде қосу формулаларына арналған есептер. Мұнда өрнекті альфа бұрышының тригонометриялық функциясы арқылы өрнектеңдер дейді. Яғни бірінші қосу формуласы арқылы мынаны ашып аламыз. Синус пи бөлінген 4 косинус альфа қосамыз да, косинус пи бөлінген 4 плюс көбейтілген синус альфа. Бұл бізде формула бойынша орнына қойып жатыр. Енді синус пен косинусты пи бөлінген 4, яғни 45 градуста мәндерін жазамыз. Ол 2-ден түбірасты 2, екеуінде де бірдей мән. Және де мында бізде бірдей мәнді жақшан сыртына шығара аламыз. 2-ден түбірасты 2 косинус альфа қосылған синус альфа болып осылай өрнегіміз қалады. Келесі екінші өрнек жазайық. Косинус пи бөлінген 4 минус альфа. Бізді қосу формуласы арқылы ашып аламыз. Яғни косинус пи бөлінген 4 көбейтілген косинус альфа плюс синус пи бөлінген 4 көбейтілген синус альфа. Бұл жерде де сол. Пи бөлінген 4-міз бізде не? 45 градус 2-ден түбірасты 2-ге тең. Дәл біріншідегідей есептің нәтижесі шығады. Жақшан сыртына бірдей мәндерін шығарып аламыз. Келесі үшіншісі бізде синус пи бөлінген 3 минус альфа. Яғни минуста бізде қалай ашатын едік? Айырма болғанда бұрыштардың. Синус пи бөлінген 3 көбейтілген косинус альфа минус косинус пи бөлінген 3 синус альфа. Синус пи бөлінген 3-те, яғни бізде 60 градуста синусымыз 2-ден түбірасты 3-ге тең косинус альфа минус 60 градуста косинусымыз 2-ден 1-ге тең синус альфа. Бұл да жақшан сыртына шығаратыны тек 2-ден 1, 2-ден 1 жақшан сыртына шығарсақ, мұнда түбірасты 3 қалады косинус альфа минус мұнда синус альфа қалады. Яғни мұнда екеуінде де бірдей мән, ол 2-ден 1. Келесі төртіншісі. Косинус пи бөлінген 3 қосылған альфа екен. Так, бұны қалай ашамыз? Косинус пи бөлінген 3 көбейтілген косинус альфа азайтылған синус пи бөлінген 3 синус альфа. Яғни жоғарыдағы өрнегіміз дәл қайтадан бірақ керісінше шығады. 2-ден 1, яғни косинус пи бөлінген 3-те бізде 2-ден 1-ге тең косинус альфа минус 2-ден түбірасты 3 синус альфа шығады. 2-ден 1-ді жоғарыдағыда сияқты жақшан сыртына шығарамыз. Сол кезде косинус альфа азайтылған түбірасты 3 синус альфа қалады. Так, келесі бесіншісі. Бізде синус пи бөлінген 6 қосылған альфа. Бұл дегеніміз бізде синус пи бөлінген 6 көбейтілген косинус альфа минус плюс косинус пи бөлінген альфа синус альфа болады. Яғни синус пи бөлінген альфа 30 градуста синусымыз 2-ден 1-ге тең косинус альфа қосылған косинусымыз 30 градуста 2-ден түбірасты 3-ге тең синус альфа. Бұл жерде тағы да 2-ден 1 жақшан сыртына шығарып тастасақ, ақшамдап жіберсек, онда косинус альфа түбірасты 3 синус альфа болады. Келесі соңғысы бізде косинус пи бөлінген 6 минус альфа екен. Ол дегеніміз косинус пи бөлінген 6 косинус альфа қосылған синус пи бөлінген 6 синус альфа болады. Яғни косинусымыз 30 градуста 2-ден түбірасты 3-ге тең косинус альфа, синусымыз 2-ден 1-ге тең синус альфа. 2-ден 1-ді жақшан сыртына шығарсақ, бізде түбірасты 3 косинус альфа қосылған синус альфа қалады.